бүгін бір насыщенный күн болды. Кастингке де бардық, шаруаларды да бітірдік. Сол айтамын да, біздің сала қанша жыл еңбек етсең де не істесең де, всегда начинаешь с нуля. Соған әуелгі бастан жаңағы үйреніп алғанбыз. Сол сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәлем, құрметті оқырман, қымбатты көрермен қауым. Бүгінгі күнде біз сіздермен бір қызық жаңалықты бөліспекпіз. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде жиі айтылып жүрген талай жобаларда бой көрсетіп, көпшілікке өзінің харизмасымен, ойымен, әр сөзін дәл жеткізе білуімен танылған Шахкерім мырза жайлы сөз қозғамақпыз. Кеше ғана ол өзінің жазбасында ерекше жаңалықпен бөлісті. Айтуынша, ол кастингке қатысып келген екен. Қосылайық жобасын білмейтіндер аз шығар. Бұл жоба қазақ телевизиясындағы ең көп талқыланатын, ең көп көрермен жинайтын бағдарламалардың бірі. Мұнда әрбір жүргізушінің орны бөлек, әрқайсысының өзіндік қолтаңбасы бар. Енді, міне, жаңа маусым алдында бағдарламаға жаңа адамдар ізделіп жатыр. Біздің ойымызша, бұл жолғы басты сұрақ, Шахкерім мырза осы жобаның жаңа жүргізушісі бола ма, жоқ әлде редакция құрамына қосыла ма? Өйткені ол өзінің сөзінде: біздің салада қанша еңбек етсең де, кейде бәрін қайтадан жаңадан бастауға тура келеді деген екен. Бұл сөздің астарында үлкен мағына жатыр. Әрине, шоу-бизнес, медиа саласында әр қадам жаңа сынақ, жаңа мүмкіндік. Егер Шахкерім жүргізуші болып тағайындалса, қосылайық жобасы жаңа тыныс алады деп ойлаймыз. Себебі ол аудиториямен жұмыс істей алатын, халықтың көңілін таба білетін, әр тақырыпты тереңінен қозғайтын жан. Жүргізуші дегеніміз тек мәтінді оқу емес, ол адамдардың жүрегіне жол табу. Ал Шахкерімде осы қасиет бар. Ал егер ол редакция бөлімінде жұмыс істесе, онда жобаның ішкі мазмұны жаңа деңгейге көтеріледі. Себебі жақсы редактор жобаның жүрегі. Жүргізуші көрерменге көрінсе, редактор бүкіл процесті ұйымдастырады. Шахкерімнің тәжірибесі мен шығармашылық көзқарасы редакцияға да тың серпін берері сөзсіз. Дегенмен бұл әзірге тек болжам ғана. Қосылайық жобасы әлі басталған жоқ, ресми түрде жаңа құрамда толық жарияланған жоқ. Сондықтан әзірге бәріміз күтуіміз керек. Бірақ бір нәрсе анық, қандай рөлде болмасын, Шахкерімнің еңбегі бағаланатыны сөзсіз. Ал бүгін тағы бір жобаның басталатынында айта кетейік. Ол сезім бағы. Бұл бағдарлама өзінің жаңа жүргізушісімен, жаңа кейіпкерлерімен айдай жарқырап көрермен алдына шыққалы отыр. Құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз? Шахкерім мырзаға қай рөл көбірек жарасады деп ойлайсыз? Қосылайықтың жүргізушісі ме, әлде редакциядағы негізгі тұлға ма? Бәлкім, ол мүлдем басқа бағытта жарқырайтын болар. Әзірге біз оған тек сәттілік тілейміз. Себебі әрбір жаңа қадам жаңа белес. Жаңа белеске көтерілген әрбір жанға қолдау қажет. Сонымен біз бүгін сіздермен осы жаңалықпен бөлістік. Алдағы уақытта ресми ақпарат шыққанда бірге талқылаймыз.